Маша мен Аюдың шынайы оқиғасы. Бұл 1998 жыл еді. Кенді ауылында Маша деген қызы бар бір отбасы тұратын. Бір күні ата-анасы жұмысқа кеткен кезде, бірақ сол сәтсіз күні Аю ауылға шабуыл жасады. Маша сол күні үйде жалғыз еді. Сол сәттен бастап Маша елеске айналды. Ата-анасы Машаның өлімін көтере алмай, олар орманда тұрған үйді тастап көшіп кетті, бірақ Маша қалды. Оның рухы сол ескі үйде қалды. Ормандағы жануарлар Машаның елесін сезетін, әсіресе Аю. Бәрі білетін еді Аю қызы жеп қойғанын, сондықтан Машаның елесі Аюдың артынан қалмайтын, және мазасын алатын. Барлық жануарлар Машадан қорқатын. Бірақ дүниеден өткен адамға не істеуге болады? Ол жануарлардың мазасын қашырып қинайтын. Өзін азапталып дүниеден өткенін естеріне салатын. Орманда адасқан адамдар Машаның елесін сезетін. Сол үйден Машаның елесін бәрі әрдайым сезетін болған. Видео ұнаса лайк басып, подписаться кнопкасын басып тіркеліп кетіңіздер.